Ауыл десек, көк майса шу, төскейі малға, атырабы астыққа толы. Өзенінде аққу қаз мекен деген көрініс көз алдымызға келері сөзсіз. Адам баласы үшін туған жері жер жәннаты. Ауылда туып, ауылда өсіп өнген, ауылдан жыраққа кетпей еліне риясыз қызмет етер жандар аз емес. Сондай жандардың бірі саналы ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаз, кәсіби музыкант Көкешев Ғазиз Қаупышұлы. Ол аудан орталығынан 150 шақырым жерде орналасқан Ақсай ауылында тұрады. 25 жыл үздіксіз Бүйректал жалпы білім беретін орта мектепте музыка пәнінен сабақ береді. Белгілі музыкант, ауданымызда ұлт аспаптар оркестрінің ұйымдастырушысы, дирижер, Амангелді ауданының құрметті азаматы Сапарғали Ахметжанов туған жері Ақсай ауылының мектебіне 2010 жылы домбыра сыныбын ашуға ықпал жасап, сыныптың тізгінін Ғазиз Қаупышұлына береді. 2013 жылы Сапарғали Ахметжанов домбыра сыныбына 15 домбыра аспабын және 15 ұлттық костюм сыйға тартып, мектеп оқушыларынан домбырашылар ансамблін құрады. Мойылды толқындары деп ансамбльге атау береді. Міне, сол жылдардан бері ансамбль Ғазиз Қаупышұлының жетекшілігімен жұмыс жасап келеді. Өзім туралы айтатын болсам, өзім осы жердің тумасымын. Ақсай ауылында 1969 жылы дүниеге келдім. 76 жылы бірінші классқа бардым. 86 жылы мектепті аяқтадым. 10 жыл. Одан кейін 88-90 жылдар аралығында отандық борышымды өтеп келдім. Одан кейін әртүрлі жұмыстарды істедім. 97 жылдарда сол арқалық педагогикалық Орай алтынсарин атындағы институттың домбыра класын аяқтап шықтым. Осы еңбек жолымды осы ауылды өз ауылымнан бастадым. 2002 жылы музыка сабағынан бердім. Одан кейін осы 2010 жылы осы домбыра класы ашылып, осы ағаны жерлес Сапарғали Ахметжанов қолдауымен домбыра класы ашылып, осы қазір осы домбыра класынан сабақ беріп жатырмын бүгінге дейін, сол 2010 жылдан бері қарай. Осы жылдар аралығында ансамбль шығармашылығы дамып, репертуары кеңейіп, үш толқын өнерпаздарды тәрбиелеп шығарды. Бұл әрине ансамбль жетекшісінің қажырлы еңбегінің жемісі. Ансамбль репертуарында халық күйлері мен Қазақстан композиторларының күйі бар. Аудандық, облыстық, аймақтық байқауларға қатысып, жүлдегер атанып келеді. Жалпы домбыра сыныбы класы бұл 2010 жылы ашылды. 2010 жылы ашылып, 2013 жылы осы домбыра класының оқушылар құрамынан Мойылды толқындары ансамблі құрылған болатын. Содан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Ансамбль жұмыс істеп келе жатыр. Аз көпті жетістіктеріміз бар. Мінекей мына жерде осы балалардың жетістіктері, республикалық, аудандық жетістіктеріміз бар. Гүлсезім есімі республикалық Ақкөк 3-ші международный фестиваль конкурс детского Ақкөгершін республика байқаудан
кубоктарымыз бар мінекей. 2 жыл болды қазір Арқалық қаласынан бабалар аманат деген республикалық байқаудан былтыр да міне биыл 2 жыл қатарынан қатысып жақсы өнер көрсетіп осындай жетістіктеріміз бар, басқа да жетістіктеріміз бар. Осы енді біздің басталғаннан бері міне көптеген балалар түлектеріміз 4 буын уже осы домбыра классын аяқтады. Қазір 20-25 бала деме түлектеріміз бар осы домбыра классын бітірген. Жасынан өнерге құштар Ғазиз Қаупышұлы балаға домбыра үйретуден жалыққан емес. Өзге балаларға ғана емес, өз балаларына да домбыра үйретіп келеді. Қыздары Гүлсезім, Еркежан, әке жолын қуып, домбыраны жандарына серік етіп келеді. Екеуі де Астана қаласында студент. Республикалық байқаулардың жүлдегерлері. Ғазиз Қаупышұлы табиғатынан байсалды, сабырлы, тиянақты ұстаз. Шәкірттері де ұстаздарының осы қырын ерекше бағалайды. Менің есімім Гүлбеке, 7 сыныптан 8 сыныпқа көштім. Қазіргі таңда домбыра сыныбында оқимын. Домбыраға деген әуестілігім 7-8 жастарымда басталды. Ғазиз ағай мені өз тобына домбыраға шақырды. Дүниеге қазақ болып келгеннен кейін домбыра білу міндет деп ойлаймын. Болашақта домбыраны өзіме серік қылғым келеді. Басқа мамандық иесі болсам да домбыраны ұмытпаймын деп ойлаймын. Қостанай облысы Амангелді ауданы Бүйректал жалпы білім беретін мектебінің жанынан 2013 жылы Мойылды толқындар ансамблі ашылған болатын. Қазіргі таңда Мойылды толқындар ансамблінің жетекшісі Қоқышев Ғазиз Қаупышұлы әлі күнге дейін осы домбырашыларды тәрбиелеп келе жатыр. Сол ашылған жылдары жерлесіміз, кәсіпкер Аянов Аман деген ағамыз сол ансамбльдің мүшелеріне киім алып беріп, үлкен игі іс жасаған болатын. Қазіргі таңда осы ансамбль ауылымыздың ғана емес, ауданымыздың, облысымыздың мақтанышына айналып отыр. Бірнеше түлектерді ұшырып, ол түлектер жоғарғы оқу орындарына түсіп, музыка мамандығын оқығандары да жоқ емес. Енді қазіргі біздің мақтанып айтатынымыз тек қана ансамбль емес, оның ішіндегі жекелей домбырашыларда көзге түсіп, облыстық сайыстардан жүлдегер атанып отыр. Біз осы игі іске, осындай кішкентай ауылымызда осындай ансамбльдің болғанына алғысымыз шексіз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген музыканты дирижер Сапарғали Ахметжанұлына үлкен алғыс айтамыз. Домбыра ол қазақтың асыл қазынасы, баға жетпес құндылығы. Шалғайда жатқан шағын ауылда ұлттық өнерімізді дәріптеп, өскелең ұрпақтың санасына сіңіріп, өнерлі шәкірт тәрбиелеп келе жатқан Ғазиз Қаупышұлына шығармашылық шабыт тілейміз. 10 жылдан аса тарихы бар, ел ықыласына ие болған, ауылдастарының мақтанышына айналған Мойылды толқындары ансамблінің ғұмыры ұзақ болғай. Қасиетті қара домбыраның үні бейбіт еліміздің аспанында қалықтай берсін.